Ашариты говорят, что Аллах, Он не на троне, Аллах, то есть не на творении. Почему они говорят? Потому что они эти аяты сопоставляют своим разумом. Они говорят, что, ага, если мы скажем, что Аллах над творениями, значит мы ему определили место. Если мы ему определили место, значит его охватило место. То есть, иядан биллях, они уподобили Аллаха творению сами. То есть, как шейх Ислам Ибн Таймия в книге Тадмурия сказал, они убегали. YouTube әлеуметтік желісінде Умар Абу Амир атты уағызшы «Где Аллах» атты видеосында Алла таққа орналасты деп белгілі бір мекен береді. Осыған қатысты Абу Ханифа Аллах тағала аршыға ешбір мұқтаждықсыз әрі оған орнығусыз истауа қылғаны иман келтіреміз. Әсілінде Алла аршыны да одан өзгені де сақтаушы әрі оған мүлде мұқтаж емес. Егер де Аллах тағала оған отыруға, орнығуға мұқтаждық танытса, аршы жадырмай тұрып Алла қайда еді? Хақ тағала мұндай кемшіліктерден пәк әрі ұлы дейді Әл-Уасия кітабында. Енді имам Матурidi өзінің Китабу Таухид атты еңбегінде бұл мәселеге қатысты біздің негізгі тұжырымымыз былайша. Шынында Аллах тағала оған еш нәрсе ұқсамайды дей келе өзінің жаратылғандарға ұқсаудан тия отырып, Аллах тағалаға сипаттарында да істерінде де өзге жаратылыстарға ұқсаудан аулақ. Сондықтан да Ар-Рахману алал арши истауа деген аятқа Құранда айтылғандай мұхкам аяттарға сай және де жаратылыстарға ұқсатып жібермейтіндей етіп мағынасын беру керек. Өйткені бұл жайында бұйрық Құранда келген және де ақылда соны құптайды. Сондай-ақ ол аяттың ұғымы, тәуелі мынандай деп те кесіп айта алмаймыз. Одан өзге де мағынада келуі әбден мүмкін. Ендеше бір мағынаны кесіп айтпастан Аллах тағалаға аталмыш аяттың астарында нені мақсат етіп тұрған болса, соған иман етеміз. Құран кәрімде истауа сөзі үш түрлі мағынада қолданылған. Жоғарылау, кемелденіп, жетілу және де жаратуды діттеу. Төртінші мағынасы ретінде билігіне алу дегенде қосса болады дейді. Қорыта келе, Аллах тағала белгі бір мекенге және де уақытқа тәуелді емес. Аллах тағалаға мекен беру дұрыс емес.